Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін бізде 3-ші сыныптың қазақ тілі сабағы 96-шы сабақ. 49-шы жаттығуға қарайық. Мәтінді оқы. Менің бабам Имаш орта бойлы, орақ мұрын, от жанарлы кісі болатын. Әкем Момынәлі сол шымыр шалдың 4-ші перзенті екен. Оны жұрт Момыш деп кеткен. Әжемнің аты Қызтумас еді. Қартайғанда сары кемпір атанған. Жарықтық аса ажарлы, ақ дидарлы кісі болатын. Бауыржан Момышұлы. Сын есімдерді тауып, олардың дара немесе күрделі екенін айт. Мәтіннің авторы туралы білетініңді әңгімеле. Мәтіннің ішінен дара сын есімдерді табайық. Менің бабам Имаш орта бойлы, орақ мұрын, от жанарлы кісі болатын. Бұл жерде орта бойлы, орақ мұрын және от жанарлы күрделі сын есімдерге жатады. Өйткені олар екі сөзден құралып тұр. Екі немесе одан да көп сөзден құралған сын есімдерді күрделі сын есімдер деп атаймыз. Ары қарай, әкем Момынәлі сол шымыр шалдың 4-ші перзенті екен. Шымыр бұл дара сын есім. Оны жұрт Момыш деп кеткен. Әжемнің аты Қызтумас еді. Қартайғанда сары кемпір атанған. Сары деген бұл жерде дара сын есімге жатады. Жарықтық аса ажарлы, ақ дидарлы кісі болатын. Аса ажарлы, ақ дидарлы бұл күрделі сын есімдерге жатады. Енді Бауыржан Момышұлы туралы мәліметті қарайық. Суреттен көріп тұрғандарыңыз бәріміз білеміз, Бауыржан Момышұлы. Ол 24 желтоқсан 1910 жылы Көлбастауда дүниеге келген. Және 10 маусым 1982 жылы Алматы қаласында дүниеден өтті. Қазақтың әйгілі әскери қолбасшысы, Ұлы Отан соғысында даңқы шыққан стратег және тактик, жазушы, Кеңес одағының батыры. Батыс майданындағы 16-шы армияның 316-шы атқыштар дивизиясындағы 1073 атқыштар полкының және батальон командирі. Ұлы Отан соғысында генерал-майор Панфилов басқарған әйгілі дивизияның құрамында 1941 жылдың қыркүйек айынан бастап қатысты. Батальон командирі ретінде аға лейтенант Бауыржан Момышұлы Мәскеу үшін шайқаста 27 рет ұрысқа қатысқан. 1941 жылдың 16-18 қараша күндері Вермахтың Мәскеу бағытында 2-ші мәрте жасаған жорығы кезінде аға лейтенант Момышұлы басқарған батальон дивизиядан қашықта Матранино деревнясының жанында Волоколамск тасжолында асқан ерлікпен ұрыс жүргізді. Білікті комбаттың басшылығы арқасында 3 күн бойы фашистер шабуылын тойтарып, батальон үлкен шығынсыз ұрысқа қабілетті жағдайда қоршаудан шығады. Ары қарай 50-ші жаттығуды қарайық. Өлеңді оқып жатқа жаз. Ала таңнан тұрып ап, құба жонға барамын, ақ боз атқа мініп ап, жұлдыз дайын ағамын. Бұл өлеңнің ішінен сын есімдерді тап дейді. Ол қай заттың сынын білдіріп тұрғанын айт. Бұл жерде сын есім ала, құба және ақ боз. Ала таңнан тұрып ап. Таңның сынын білдіріп тұр. Таң қандай таң? Ала таң. Құба жонға барамын. Қандай жон? Құба жон. Және ақ боз атқа мініп ап. Қандай ат? Ақ боз ат. Ары қарай 51-ші жаттығуды қарай. Затты берілген белгілері бойынша тап дейді. Бұл жерде көп нүктелер беріліп тұр, соның орнына заттың қандай зат екенін табуымыз керек. Мысалы, не сопақ, қызыл ащы. Бұрыш, сопақ, қызыл ащы. Түлкі, жыртқыш, қу. Күн, ашық, жылы, суық. Қоян, сұр, қорқақ. Ары қарай 52-ші жаттығуға қарайық. Заттың сынын білдіретін сөздерді тұсындағы тиісті сөздермен сәйкестендір дейді. Бірінші, ашы, тәтті, қышқыл. Ол әрине дәмі, заттың дәмі тәтті, ашы, қышқыл болады. Келесі, сүйір, сопақ, домалақ. Ол заттың пішіні. Келесі, кіші, үлкен, ұзын. Ол заттың көлемі. Заттың көлемі кіші болады, үлкен болады, ұзын болады. Ары қарай, қызыл, қара, сары. Ол заттың түсі. Сонымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды.
көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Біздің каналымызды жоғалтып алмас үшін подписаться батырмасын басуды ұмытпаймыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.